Қайырлы күн, құрметті жастар. Естеріңізде болса, 26 қыркүйек аудан әкімінің және жас жұмысшы мамандардың қатысуымен жас келсе іске атты кездесу өткен болатын. Сол кездесу барысында ауданымыздағы барлық 9 мектептің ұйымдастыруымен жәрмеңке өтті және осы жәрмеңкеден жиналған қаражатты біз бүгін ауданымыздың тұрғыны Ғалия апайымызға табыстайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Осындай адамға қайырымдылықты көп жасай беріңдер. Еңбектерің жемісті болсын. Әркімнің әртүрлі жаңағы жағдай ғой енді көріп жатқанда. Бізге беріп жатқан біздің ақша деп ойлаймын, сонда балдарына Амазонға берсесі өтіп бұйырса. Енді операцияға ақша беруге жағдай келмеді, бірақ енді шамалы жол жиналады, қайттан жиналған қара рахмет көп. Жол пұлдарыңызға болса да азын аулақ Еңбектерің жемісті болсын. Сондай көп істей беріңдер шараларды. Сіздерді аман-есен барып қайтыңыздар, ем болсын, қызыңыз жазылып кетсін.